Бүгінгі сабағым 82-ші сабақ сөз құрамы туралы не білдің дейді. 76-шы жаттығу тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Ең қымбат байлық. Ертеде бір жалқау, о жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әкелген соң дәулетті шалқан бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге жармай жүрген түрі мынау депті уайымдапты. Оның мұны естіп қалған бір ақсақал: шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалғанша алтын күміс берейін, дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтыныңыз күмісіңізден керек қанша, дейді. Сонда ақсақал: ей, ендеше адамның ең қымбат байлығы деннің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам. Оны ешқандай алтынға айырбастай да алмайсың деген екен, дейді. Әжем ертегілер кітабынан алынған екен. Қарамен жазылған сөздерді бар сөйлемді көшіріп жаз, сөздерді сөз құрамына қарай талдап белгілермен сызып көрсет, дейді. Бұл жерде қарамен жазылған: адамның байлығы, деннің саулығы. Бұл жерде адам деген түбір, нын деген жалғау, мына жерде бай деген түбір, лық деген жұрнақ, деген жалғау екен. Ден деген түбір, іннің деген жалғау екен. Ал мына жерде саулығы дегенде сау түбірі, лық деген жұрнақ, деген жалғау екен. Бұл 76-шы жаттығу. Енді 77-ші жаттығуды көреміз. Ойлап тап, дейді. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрісе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дерек көздерден ақпараттар іздеді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа да қандай ем қолдануға болатын дерек көздерден ізде, дейді балалар. Бұл жерде халық медицинасын жүгінуге болады. Дәрілік шөптерден пайдалануға болады екен. Дәрілік шөптерден дәрі жасап емделуге болады екен. Біздің баяғы ата-бабаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз осы дәрілерден ақ дәрілік шөп жасап емделген екен. Енді 78-ші жаттығу, дейді. 78-ші жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап, дейді. 32 мықты қатар болып шықты. Қатар болып шықты, дейді. 16-сы асты, 16-сы үсті, дейді. Бұл жерде бұл тіз деген екен жауабы. Шешуіндегі сөзді қосымшаның бірін жалғап дәлелде, дейді. Балалар, бұл жерде тістер деп ары қарай жалғаймыз. Жалғау жалғадық. Тіс деген түбір, тер деген жалғау екен. Енді 79-шы жаттығу: коньки теуіп жүріп байқамай бір қызға қағып кеттің. Ол құлап қалды. Осыдан жағдайда сен не істер едің, дейді. Мына қараңыздар, мына жерде біріншісіне кешір дейсің бе, кете бересің бе, дейді. Қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Әрине балалар, бұл жерде қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінгенін сұрайсың және кешірім өтінесің. Кешірім сұрайсың. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.